Жаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып оқшау сөздер. Оқшау сөздер сөйлемдегі басқа сөздерден оқшауланып, өздеріне тән ерекше интонациямен айтылатын сөздер оқшау сөздер деп аталады. Оқшау сөздер мағыналары мен грамматикалық белгілеріне орай қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөз болады. Қаратпа сөзде біреудің назарын өзіне аудару үшін қолданылатын сөздер. Мысалы, кел балалар оқылық, домбырам күйден жаңылма. Қыстырма сөз сөйлемдегі ойға қатысты сөйлеушінің түрлі көзқарасын білдіретін сөздер. Мысалы, шіркін, ақын болсаң осындай бол. Әрине, оның айтқаны дұрыс. Келесі одағай сөз сөйлеушінің түрлі көңіл күйін білдіретін сөздер. Мысалы, ой, байғұс балай, әттең осылардың бәрі біздің ауылда өсетін болса. Енді қыстырма сөздердің мағыналық топтарын қарастырсақ, түрлері және мысал келтірсек, түрлері қуанышты, ренішті, аяушылықты білдіреді. Мысалы, бағымызға қарай амал қанша, абырой бергенде деген сияқты тағы басқандай мысалдар. Келесі екіншіден сенушілікті, мақұлдауды, мойындауды білдіреді екен. Сөз жоқ, бәсе, рас, әрине, шынында, дұрысында тағы басқандай. Ары қарай үшіншіден ойдың кімнен, қайдан екенін көрсетеді екен. Мысалы, меніңше, сіздіңше, оның пікірінше. Ары қарай шамамен ғана иә сенер-сенбестіктен айтылғанын білдіреді. Сірә, мүмкін, тегі, кім біледі, байқаймын, бәлкім тағы басқандай. Ары қарай бір ойдың алдыңғы жақта айтылған оймен байланысын қорыту ретінде айтылады. Мысалы, олай болса, демек, сөйтіп, сонымен, қысқасы, айтпақшы тағы басқадай. Алтыншыдан ой тәртібін білдіреді екен. Біріншіден, екіншіден, бір жағынан, әуелі, ақырында тағы басқандай сөздер. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.